Қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде осылай қиярды бүтіндей помидордың согыменен және де жай ғана судың өзіменен осылай бүтіндей жаууды, банкаға жаууды көрсететін боламын. Бұл өте қыстың күні керемет болып шығады, гүтірлеп қиярларыңыз жегенге сондай сүйкімді болатын болады. Ол үшін видеомды соңына дейін көрсеңіздер болады. Мінекей бізге қажет заттар осы видеодағыдай өздеріңізге әрине керегінше, қажетінше алып жаратасыздар. Менде барлығын осылай жуып, тазалап, алдын ала барлығын дайындап қойдым. 2 литрлік, 3 литрлік банкаға жапсаңыздар болады. Мендегі 1,5 литрлік банка болды. Ең алдыменен банкамыздың ең астына свежий хрендерімізді бөліп осылай салатын боламыз. Барлық банкамыздың астына салып шығамыз. Бұл жаңа қиярларымыздың гүтірлеп әдемі болып шығуына себеп болады. Және де шиенің жапырағы болса, оны да салып жіберсеңіздер өте керемет болатын болады. Байқасаңыздар, менде қызанақтар тұр, оларды да бүтіндей қиярменен бірге салатын боламын. Яғни әр банкаға бір-бірден саламыз және қиярменен араластырып, өте керемет болып шығады. Ол да әдемі бүтінкенше сақталатын болады. Хрендерімізді салып болдық. Енді сарымсақтарымызды 3 немесе 4 үштіктап салсаңыздар болады. Әр банкаға осылай салып шығамыз. Және де қара бұрыш, лавр жапырағын салып, барлық банкамыздың бірдей еті осылай дайындап отыратын боламыз. Достар, видеоны көре отырып, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеле кетіңіздер. Және де видео ұнап жатса лайк басып, өз достарыңызбен бөлісіп жатсаңыздар да болады. Енді лавр жапырақтарын саламыз. Барлығы банкаларымызды стерилизовать етіп, алдын ала дайындап алғанмын. Және де керегінше ащы бұрыштан салып жасайтын боламыз. Енді келесі бізде болгар бұрышын саламыз. Менде жасыл және қызыл түрлерінен салдым. Бір жасыл, бір қызыл бөліктерінен барлық банкамызға бір келкетіп салып шығамыз. Оның да дәмі шығып, өте керемет болатын болады. Енді қиярларымызды саламыз. Қиярларымызды міндетті түрде жуып, тазалап алғаннан соң 5-4 сағатқа қалдырасыздар. Суға, салқын суда қалдырып қоясыздар. 2 басын кесіп алып тастап, суда қалдырып, осылай дайын болғаннан кейін жақсылап бір жуып жіберіп, осылай банкаға саламыз. Мінекей байқасаңыздар, мен бір қызанақты салдым. Және де оның үстінен тығыздап сыйғанынша барлық қиярларымызды ретіменен қойып әдемілеп салып шығатын боламыз. Бүтін ащы бұрышымызды мен барлық банкаға салған жоқпын, арасында кейбіреулеріне ғана салдым. Өйткені ащыны ұнатпайтындар болуы мүмкін.
мінекей барлығын осылай реттеп сыйғанша тығыздап әдемілеп салып шығамыз. Қиярларымыз осындай көлемде болғаны өте керемет болады, яғни көп теу кететін болады банкаңызға. Орташа және майда түрлерінен. Мінекей ащы бұрышымызды салғанмын, барлығына емес. Енді осы аралықта ыстық қайнап тұрған суымызды үстінен құйып шығамыз. Барлық банкамыздың үстіне құйып, крышкаларын жауып қалдырамыз. 20 минут осылай тұру керек. Бұл әдісті біз 2 рет қайталап жасайтын боламыз. Суларыңыз міндетті түрде қайнап тұруы қажет. Банкамыздың қақпақтарында мен ыстық суда қайнатып дайындап алғанмын. Мінекей ол аралықта біз томатымызды қайнатып алатын боламыз, яғни помидорымызды блендерлеп алсаңыздар болады. Осылай майдалап блендерлеп алып, отта қайнататын боламыз. Мінекей банкаларымыз уже дайын болды. Оларды суын төгіп тастаймыз, толықтай етіп. Және де осы 1-2 банкаңыздың төгілген суларын қазанға құйып, жаңағы помидордың соғыменен бірге қайнатсаңыздар, сұйықтау әдемі болатын болады. Барлығын төгіп тастап, басқа суды қайнатып, тағы да үстінен құйып, қақпақтарын жауып тастайтын боламыз. 2 рет осы әдісті қайталаймыз. Мінекей сұйық суымызды құйдық, және сұйық болды. Бұл помидорымызды сүзіп жасасаңыздар да болады, бірақ мен осы қоюлау түрінен осы күйінше құйдым. Оны сүзіп жіберсеңіздер, помидордың дәндері араласпайтын болады. Мінекей 2-ші рет қайталап жатырмын. Суларымызды төгіп шығамыз, барлығын толықтай етіп. Қиярларымыз айтарлықтай дайын болып қалды. Енді үстіне тұзын саламыз. Менде 1,5 литрлік банка болғандықтан 1,5 ас қасықта тұзды салып шықтым. Яғни 1 литрлік банка болса 1 ас қасықта саласыздар. 2 литрге жапсаңыздар 2 ас қасық саласыздар. Яғни литріне қарай қасығын салап торлайтын боласыздар. 1,5 ас қасықта тұз және де 1 ас қасықта қатты толтырмастан шекер салып шығамыз. Бұл тек қышқылдық дәмдерін алып, дәмін бір келкетіп келістіретін болады. Қатты қайнап тұрған согымызды алып келіп, енді үстінен құятын боламыз. Толтырып құямыз. Менде жартылай құйдым банкамыздың. Осылай толықтай құйып шығамыз, және оның үстінен менде 70% уксус болды. Уксусты құйып шығамыз. 1 шай қасықта құйсаңыз жеткілікті.
Енді қалған банкаларымыздың үстіне мен екінші төгілген суымызды жақсылап бір қайнатып жібереміз, сақырлатып, және де оларды қалған банкамыздың үстінен құйып шықтым. Бұл банкаларымызға 1 шай қасықта уксусымызды құйып шығатын боламыз. Банкаларымыздың барлығын құйып болдық, және де енді бұрайтын боламыз. Сағат тілмен қарама-қарсы бағытпенен барлығын асықпай ауа кірмейтіндей етіп жақсылап бұрап шығамыз. Мінекей өте керемет болып шықты. Қыстың күні рахаттанып алып жейтін боласыздар. Қызанағы, қияры барлығы сол күйі тұратын болады. Видеом соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін.